Қайырлы күн достар. Бүгін осындай дәмді, жып-жымсақ, үлпілдек булочкалар дайындаймыз. Бізде дәл қазір дайын қамыр. Осы булочканы қамырын илеу рецептісі менің каналымда бар, видеосы, ссылкасын төменге қалдырамын. Бұл видеода ол рецепттер 2 есе көбейтіліп жасалған, яғни көбірек булочкалар шығу үшін. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп аламыз осылай. Бұдан да кішкентайық бөліп алсаңыздар, өз еріктеріңіз. Мен осындай үлкен булочкалар жасағым келіп, осындай бірнеше бөліктерге бөліп алдым. Ары қарай неше түрлі формалар жасаймын. Менің каналымның дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Егер видео ұнаған болса, поделиться батырмасын басып, әлеуметтік желілерге таратуыңызды сұраймын. Каналыма әлі де тіркелмеген көрермендер болса, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп қойыңыздар. Жақсылап майланған тапаға барлық булочкаларымызды салдық. Енді бетін жауып 15-20 минутқа қоямыз. 15-20 минут өткеннен кейін сүт пен жұмыртқаны араластырып, бетін әдемілеп жылқытып жағып шығамыз. Өздеріңіздің қалауыңызша мак, кунжут, грецкий орех, творог бетіне сепсеңіздер болады. Сеуіп болғаннан кейін тағы да бетін жауып 10 минуттай қойып қойдым көтерілгенше деп. Оған дейін духовкамның астын жағып қыздырып қойдым 180 градусқа. 180 градустан я төмен, я қатты жоғары болмау керек. Яғни орташа температурада салып пісіріп аламыз. Әркімнің духовкасы әртүрлі болғандықтан қарап тұруларыңыз керек. Кейбіреуінде күйіп кетуі мүмкін. Міне осындай пышный болып, үлкен болып, воздушный болып піседі біздің булочкаларымыз. Ас болсын, үйде дайындап көріңіздер. Егер видео ұнаған болса, мені қолдап, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Назар қойып көргендеріңізге рахмет.